Малика келін болып түскелі үйден береке қашып бітті. Зылиха апаның үміт еткен екі ұлы бірінен соң бірі араға жыл салып үйлі-баранды болды. Ахмет көке мен Зылиха апаның 6 перзентінің ішінде аман қалғаны Сарвар, Санжар, Надира. Құрсағына біткен шаранасы шетінен шетіней бергесін, осы үшеуін үфілеп жүріп, Алланың қалауымен әзер тапқан Зылиха апаның жастайынан денсаулығы сыр беретін. Келін түссе, қолым ұзарар деумен үй шаруасына әупірімдеп жүріп, қызы екеулеп үлгеруге тырысатын. Десе де, ұлдарының сүйген сұлуларын дүркіретіп ұзатып, ұлан-асыр тойын жасауды отағасы екеуі ұзақ күтті. Тілегі періштенің құлағына шалынып, тойдың ауылы жақындаған. Үлкен келіні Сабираны тұңғышы Сарварға ортақ достары арқылы таныстырып, отауын құрды. Сарвар үйдің үлкені болғасын, әке-шешесінің сөзін жерге тастамай, үнемі інісі мен қарындасына үлгі көрсетуге тырысатын. Анасына қатты жаны ашып, әр кез көмекке ұмтылып тұратын. Сабираны бір көргеннен-ақ ұнатқан анасының таңдаған қызын өзіне жар етуден қашпады. Екеуі бір-біріне саймасай қосылған дерсіз. Кішіпейілділігі мен ұяңдығы жас келіннің биязылығын одан сайын айшықтап, қайын жұртына табалдырық аттағаннан-ақ сіңісіп кетті. Қайын атасы да ізетті келіннің әрбір ісіне сүйсініп, көп жаса балам деумен-ақ батасын беруден еш жалықпайтын. Кей-кейде енелігін көрсетіп, қаталдығын байқататын Зылиха апа қабағымен түйреп, көзбен осып алады. Ширатып алуды ойлайтын ененің іштей бір келіннің жыпыны жерден шыққандығы зығырданын қайнататын. 40 үйден тыйым көрген Сабираны 40 үйдің қатыны мақтағасын ортақ таныстары арқылы келін етіп шаңырағына енгізген жоқ па? Сарвар болса, күн санап Сабираның гүлдей ашылған әр күлдесі секілді әр қылығына тамсана қарап, ғашық бола бастаған. Қайнысы Санжармен де сөзі жарасып, қайын сіңілісі Надираның сырласына айналған Сабираның болашақта абысынымен де арасы жақсы боларына Зылиха апа мен Ахмет атаның көзі анық жететін. Бірақ жыл өтпей шаңырақ тіккен Санжардың сүйгені Малика барлық күткен үміттерді ақтамады. Ағасы мен жеңгесінің ара қатынасына ерекше қызығушылықпен қарап, үйленуіне бірден-бір себеп екеуінің махаббаты мен ата-анасының келіндеріне деген ықыласы. Санжарды үйленуге асықтырғандай. Құрметті тыңдарман, егер де әңгімені тыңдап отырған болсаңыз, каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіздер. Қазақша каналдардың көбеюіне өз үлесіңізді қосыңыз. Малика мектеп табалдырығынан таныс. Өзінен 3 сынып төмен оқыған қыздың айналасынан жағымпазданған достары үзілген емес. Әкесі ірі кәсіпкер, жегені алдында, жемегені артында, жеке көлік жүргізушісімен кіріп-шығып жүріп, 11 сыныпты аяқтап, жоғары оқу орнында ақшамен жауып жүрген ерке тотай. Еркелігі өзіне жарасып-ақ тұратын Малика Санжарды сырттай жақсы танитын. Қасы көзі қиылған, ірі денелі, сымбатты жігіттен тек Маликаның ғана дәмесі жоқ емес. Алланың қалауымен екеуі жақын танысып, қыз-жігіт ретінде жүре бастаған. Бірақ екеуінің махаббаты жігіттің ата-анасына да, қыздікіне де жақпады. Маликаның туғандары әлбетте өздері секілді бизнесмендердің ұлына ұзатуды қаласа, Зылиха апа үлкен келіні сияқты ұяңдау, ізетті қыздың ұлының қолынан ұстағанын құптайтын. Бірақ махаббат, жастар өз дегенінен қайтсын ба? Қыздары біресе үйінен қашып, біресе шатырдан секіремін деп, үйіндегілерін үркітіп, ақыры Санжарға тұрмысқа шығуына әкесін ептеп көндірген Маликаға болашақ енесі екі түрлі көзқараста еді. Бірі өзімшіл, ерке қыздың онсыз да еркелеу ұлының шайбау мінезіне шыдас бермей, екі ортада қалмауға кім кепіл десе, екіншісі бай құдаларымен құдаласып, ағайын туыстың алдында марқайып шіренгісі ақ бар. Мата-шата, көрпе-көпшігін қарыштап, базар мен үйдің ортасында жүрем деп, Зылиха апаның демікпесі шыдас бермеді. Сонда да бай құдалардан қалыс қалмайын деумен барынша тырысып бақты.
Ахмет атаның жиған азын-аулақ қорадағы 4-5 малына тыйыштық бермей, ақыры сатып, ақшасын шатырлатып санап алды. Құдағиының мойнына жуан алқа мен құдасына бағалы сағат сыйлап, шашылып той жасады. Үлкен келіні Сәбираның қайын енесіне аздап өкпесі пайда болғанымен, өзінің әке-шешесі де жарытып жүзін жарқ етер ешбір дүние әкелмегенін де ойлады. Дегенмен екеуі де бір үйде, бөлек отанға еншісін алып шықпағасын санасу мен салыстыру қатар жүрді. Малика есік аттағаннан кеудесін тік көтеріп, артық әрекетке бармай, тек көрінетін жерлерде шай құюмен, қонақтарды күлімдеп күтіп шығарумен ғана шектелді. Ауыр жұмыстың бәрін абысыны Сәбираға ысырып, ауырдың үстімен, жеңілдің астымен қолық сұмдығы бар айлакер еді өзі. Бірақ кіші келін келгелі ененің көңілі жайланып, аузы ұрты майланып қалды. Дереу жұмысынан шығарып, қайын атасы Санжарды өз қарамағындағы бір бөлімшенің басшысы етіп, жайлы креслоға жайғастырды. Қызының айтуымен жалақысын көтеріп, күйеу баласын ақшамен алдаусыратты. Бірте-бірте күшік күйеуге айналып бара жатқанын Санжар әуелгіде түсіне қоймаса да, ағасы мен әкесі шикіліктің барыны сезіктенетін. Сонда да Зылиха ана міз бақпай, май шелпек құдасының сөзін сөйлеп, келіннің бетінен алмай, еркелетіп, күннен күнге есіртіп жіберді. Маликаның жасауымен келген қымбат техникалар, ыдыс жуатын, кір жуатын, басқа да жұмысын жеңілдетуге алынған заттарды өзінен басқа ешкім қолданбайтын, яғни келіні рұқсат бермейтін. Байғұс жарлы жердің қызы Сәбираның да мұндайды көргені жоқ, тек теледидардан байқағаны болмаса. Қолына пульт ұстап, үйде еркін жатқан емес. Кіші келіннің тірлікке ебі жоқтығы былай тұрсын, дәмін келтіріп, ас әзірлеуді де білмейтін. Кейде Зылиха апа, құдағиым не үйреткен қызына, деген кейіген өкінішін Ахмет атаға ешкім жоқта айтып алады. Сәбирадай алтын келін жоқ дегенімен, екеуі де құрсақ көтере алмай жүргеніне алаңдап қалады. Ал келгені кеше Маликаның бірнеше рет лоқсып, жүрегі көтеріліп жүргенінен сүйінші хабарды күтіп, немере сүйетіндеріне тәуба етіп қояды. Шынында, Маликаның аяғы ауырлаған күннен бері тым еркелеп, ел қатарлы ас ішуді де қойды. Онсыз да түске дейін ұйықтап, тірліктерінің бәрін абысынына артық қойған ол тіптен жетісіп кеткендей көрінетін. Санжар қайын атасының арқасында шалқып тасып жүргендіктен әйеліне батырып сөйлей алмайды. Баласының көңіліне қарап, Зылиха апа да үндемей тілін тістейді. Ахмет ата болса, жақ ашып келіндеріне тіке қарап сөйлемейтін сыпайы кісі. Бұл үйдің қызметшісі Сәбира, қожайыны Малика секілді. Екі жеңгесін салыстырып, үйде тістеп сөйлейтін жалғыз қайын сіңілісі Надира ғана. Ағаларына шақыстырғандай міндерін айтып, беттеріне баса алатын. Бұл әрине Маликаға жақпайтын. Сөз арасында сені не бай алмайды, не құдай алмайды-ау, деп қыздың қитығына тиіп, ақыр соны екеуі жанжалдасып тынатын. Қой дегенге қоятын қыз болсашы. Ол да ерке, кенжетай. Үлкен жеңгесінің әдебіне қанық болған бойжеткен кіші жеңгесінің шолжандығын мүлдем ұнатпайды. Екеуінің жұлдызы қарсы. Ешкімнен тайсалмай, сол үйдің ерке қызымен бірге бір ұрысып, одан қалса барлығының берекесін қашырып, мезі ете бастаған Маликаның мінезіне Зылиха апаның да қаны қарайып, жүрегі сыр бере бастаған. Қалайда қызын ұзатып, құтты орнына қондыруды ойлады. Надираның да ұясынан ұшатын шағы, бірақ дәл бұлай жеңгесімен ұрысып үйден қашып кетуді ешқашан ойына алған емес. Бірақ бәрі де адамның ойлағандай бола бермейді екен. Ара-тұра абысынымен де сөзге келіспей, жанжал шығарып жүретін Маликаның қылықтары үй ішінің берекетін алды. Бұл мәселенің жалғыз шешімі кенже ұлы мен келіннің бөлек шығарып еншісін беру. Ахмет ата мен Зылиха апаның ақылдасып отырғанын ту сыртынан тыңдап жүріп естіп алған келіні дереу анасына хабарласып, жақсы жаңалығымен бөлісті. Анасы да қарап қалмай, дереу әрекетке көшті.
Жұмыстағы әкесіне дереу қызына үй-жай қарастыруын сұрады. Бұл орайда Зылиха апалар да үлкен ұлына деп көтерген ауыл шетіндегі үйге жөндеу жұмыстарын бастап кеткен-ді. Ертеректе соғылған 2 бөлмелі үй болғанымен ауласы кең, бау-бақшасы жайқалып-ақ тұрды. Жүгін арқалап жүкті көлігіне тиеп үйге жайғастырмақ болғанда жыламсырап, «Мұнда үйде тұра алмаймын, тар әрі қорқынышты» деген Малика ата-анасын шақыртып, солармен бірге төркініне кетіп қалады. Кіп-кішкентай келіннің кесапаттығына күйінген үлкендер демін ішке тартып кері қайтты. Келіншегіне қырсығып бір жеті үйден шықпай жатып алған Санжар болса түк те түсінер емес. Бұл үйде де мұрны қанап, басы ауырып жүрген жоқ қой. Бар жұмыста анам мен жеңгем жасап, оған шәугімді де көтеру ауырлық қылса, ондай қатын маған не керек деп өзінше ажырасамын деген шешім қабылдаған. Қайдағы, тез үйге кел, неменеге шіреніп жатырсың, жоқ әлде алдыңа мен баруым керек пе? Деген қайын атасының қоңырауынан соң орнынан ұшып тұрды. Сүмірейген күйі қайын жұртына беттеп Маликаның есігін қақты. Ол да міз бақпай, көкірегін керді де бөлмесіне кіріп кетті. Ақыры бұл отбасынан жай кете алмайтынын 3 сағаттық мәжілістен кейін бек ұғынған Санжар, тұрыңдар деп қолына лақтырған кілттің құлпын ашатын үйге Маликаны қоса ала кетті. Барлық жағдайы жасалған. Көп қабатты үйдің 4 бөлмесінде өмір сүру қандай рахат еді. Бірақ Маликаның қылығына төзу мүмкін болсашы. Өмірінде бір әйел болып, ас әзірлеп, сәндеп дастархан жайған емес. Төңіректегі мейрамханалардың VIP тұтынушысына айналғалы қашан. Үйдің тамағын сағынғанда әке-шешесінің үйіне барып, анасының қолымен түйген түшпарасын тояттана жеп қайтады. Баласының жағдайына жіті қанық Зылиха апа да артық сұрақсыз көңілін аулап, барынша сабырға шақырып бағатын. Солай күндер өте берді. Малика келінге әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ. Ата енесінің үйіне еншісін алғалы келген емес. Енші демекші. Кейде Санжар екеуі соған бола сөзге келіп қалатын. Сенің ата-анаңның міндеті бізді үй-жай қылу, менің әкемдікі емес деп жиі сөзбен тістеп отыратын Маликаның мінезіне шыдау мүмкін болмады. Ажырасқысы келді, бірақ әлі өмірге келмеген баласын қимады. Бір жағы жайлы өмірден де бас тарта алмай жүргенде анасының да денсаулығы сыр беріп ауруханаға түсіп қалады. Күн ұзақ баласының тағдырына алаңдаумен-ақ онсыз да шайлығып жүрген жүрегіне ауыртпалық түсірген Зылиха апа отбасындағыларды алаңдатып қойды. Келіндерінің де шынайы бет перделері шешіліп, кімнің кім екендігі анықталғалы бері Сабираға озбырлық жасағандығын ойлады. Маликаның байлығына мастанып, текке айыптаған әрбір сөзін ой елегінен өткізген сайын өкініші бойын өртеп жүрегін сыздатты. Дәрігерлер науқастың дертіне шипа тауып, емі дарығанша арада айлар өтті. Сол аралықта Маликаның айы күні жетіп қыз босанады. Бұлт артынан күн шыққандай, өмірге періштенің келуі отбасының басын қосып табыстырар деген ниет болған. Зылиха апа ауруханадан шығып, үйінде бір жеті тынығып жатты. Өз-өзіне келіп алғасын үлкен келіні Сабира мен қызы Надира мен тұңғыш немересін көруге жиналды. Жол жөнекей, қолынан келгенше керекті киім-кешегі мен сый-сияпатын алып, немересін бауырына басқанша аптығы басылмай асығып барғаны. Бұлардың алып-ұшып жетіп барғанын жақтырмаған Малика шекесін тыжырайтқан күйі қызын құшақтап креслода отыра берді. Сабира сасқанынан шай дайындап, тоңазытқыштағы етті алып қазанға салғаны сол еді. «Жеңеше, етке тимеңіз» деген Маликаның сөзі намыстарын күйретіп, ызаға булықтырып жіберді. Келгендеріне өкінгендей кейіппен үшеуі үнсіз бірнеше минут отырды. Немересінің бетіне қарап түкіріп, «Тфай, жаман» деді де шайға қарамастан үйден шығып кетеді. Баласының бақыты үшін амалсыздан шыдап баққан Зылиха апаның күйігі күйдіріп барады. Санжардың Маликаға деген сезімінің суып кеткені қашан. Екеуінің махаббатын туылған қыздары да сақтай алмай, соңғы кез ажырасуға тоқталды. Бәріне қолын бір сілтеген Санжардан тартып алынған көлік пен пәтердің кілті қайын атасында қалды.
жұмысынан шығарып, еш жерге орналаса алмайтындай жолын жапты. Зылиха апаның кезінде байлыққа мастанған кеудесінен түк қалмады. Ағайын-туысқа қай бетін айтарын білмей, күйік болған келіннің баласына тигізген зардабынан іші күйіп барады. Көп ұзамай Санжар мен Малика заңды түрде ажырасып, қыздары анасының қолында қалды. Мүлде қызды көрсетпей қойған келіншек араға жыл өтпей-ақ басқа біреуге тұрмысқа шығып кетеді. Оны естіген қайын жұрты келінді емес, өздерінің қаны немересіне алаңдап қала берді. Ал Санжар болса, ұзақ уақытқа шейін үйленбей жүріп алды. Аузы күйген үрлеп ішер дегендей, қыздардан бір жағы аяқ тартып қорқып қалғандай. Осындай бір қалыпты шырғалаң өмірден шаршаған отбасының үйіне де бір күні күннің жарық сәулесі шашылды. 4 жылдан бері бір сәбиге зар болып, құрсағын қорып жүрген Сәбираның аяғы ауырлап, өзі сияқты сұлу қызды өмірге әкеледі. Үй іші ұзақ күткен қуаныштарын ұзағынан тойлады. Артынша Надира қыздарына сырға салынып, ұзатылып, той артынан бұл үйде той болды. Бұл жердегі басты ұғынар дүние, ештеңені байлықпен салыстырмай, ең бастысы адами құндылықты қадірлеу дегім келді. Көп енелердің қатесі мен келіндердің кемшілігі де сол. 5 күн жалғанда бір-бірін сыйлап емес, күндеп өмір сүруінде шығар. Құрметті тыңдарман, егер де әңгіме ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелмеген болсаңыз тіркелуіңізді сұраймын. Мені қолдаған әр оқырманға мың алғыс.